Құрметті достар, бүгін мен сіздерді Rocket 6 студия мониторымен таныстырамын. Бұл Rocket моделінің екінші нұсқасы болып табылады. Бұның алдында бірінші нұсқасы бар, ол 4 бұрышты болып келеді. Оның дыбысы көбісіне ұнамайды. Және үшінші, төртінші нұсқаларда бар, олар әлі көп тараған жоқ. Екінші нұсқасы бұл көп тараған және қолжетімді бағада болып тұр. Сондықтан екінші нұсқамен таныстыруды жөн көрдік. Монитор Американың үлгісімен жасалған, бірақ Қытайда құрастырылады. Ал сатылуы, сапасы бәрін Керка фирмасы өзі қадағалап отырады. Ал ішкі және сыртқы бөлшектері өте сапалы бөлшектен құрастырылған. Сондықтан бұл мониторлар өте ұзақ қызмет атқарады. 10 жыл, 20 жылдан аса бұзылмай, күймей қызмет жасай береді. Бұл монитордың бір ғана минусы бар, ол орта жиіліктегі дыбыстарды сәл аз береді. Өйткені монитордың динамигі қалың материалдардан құралған. Бұндай материалдағы динамиктер орта жиіліктегі дыбыстарды сәл аз береді. Бірақ жарылмай және де жыртылмай өте ұзақ қызмет атқарады. Монитордың дыбыс шығаратын тесігі астында орналасқан. Сондықтан бұл монитор төменгі жиіліктегі дыбыстарды жақсы береді. Сонда жоғарғы және төменгі дыбысымыз тең болып келеді, ал ортаңғы дыбысымыз сәл аз болып келеді. Бұл минус, егер сіз заманауи өлеңдерді өңдейтін болсаңыз, тыңдайтын болсаңыз, бұл минусы плюсқа айналады. Өйткені заманауи өлеңдерде төменгі дыбыстары алда тұрады, ал ортаңғы дыбыстары қатты алда тұра бермейді. Сондықтан төменгі дыбыстарды тыңдағанға өте ыңғайлы монитор. Фирманың өзі сондай мақсатпен ойлап шығарған. Дыбыс шығару тесігі алдында орналасқандықтан бұл мониторды өте кіші бөлмелерде қабырғаға тақап қолдануға мүмкіндік береді. Ал енді бұл мониторларды кімдер алған дұрыс? Егер сіз компьютер колонкаларымен, микролаб немесе арзан мониторлармен дыбысты жақсы ести алмай жүрсеңіз, бұл мониторды алғаннан соң сіз есту сапасы жоғарылағандықтан сіздің студияңыздың сапасы 1-2 сатыға жоғарылайды. Сізде үлкен студия болатын болса, жартылай профессионалды мониторлар болғандықтан қосымша монитор есебінде қолданылады. Өйткені бұның жетіспеген жаңағы орта жиіліктегі дыбыстарын басқа орта жиілікті жақсы көрсететін мониторларды қойып, бұл монитор қосымша қызметті жақсы атқарады. Егер бөлмеңіз 10-15-18 шаршы метрге дейін болатын болса, тура жетеді дыбысы. Егер 18-20 шаршы метрден жоғары болатын болса, 8-ші моделін алғандарыңыз дұрыс. Монитордың артқы жағында заттар көп емес, ол жерде стандартты күйге қойған дұрыс баптауларын. Ал дыбыс картасына жалғаған кезде тек XLR арқылы стерео немесе симметриялық кабельдермен жалғаған дұрыс. Ол кезде монитор толық өз күшін береді. Ал енді демо әуендермен мониторлардың қысқаша дыбыстарын тыңдап көрсек.